Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өз қызына иттің дәрісін беріп мүгедек қылып тастаған Заперти атты киноға шолу жасаймыз. Кино Диана атты әйелдің перзентханада босануымен басталады. Баласы тым кішкентай болғандықтан оны дәрігерлер аман сақтап қала алмайды. Сәби болса дүниеден озады. Гемохроматоз – излишнее накопление железа в крови. Астма – воспаление дыхательных путей, затрудняющее дыхание. Арада 17 жыл өтеді. Хлоян атты қызбен таныс болыңыздар. Ол қант диабеті, астма, тері ауруларымен ауыратын және де мүгедектер арбасына байланған. Сондықтан да ол түрлі дәрі-дәрмектерді қолданатын. Ол үйде білім алғандықтан мұғалімі өз анасы болатын. Хлоян мектеп бітіруіне байланысты Вашингтонский колледжге оқуға түсу бойынша өтініш жіберген болатын. Үйіне почтадан хаттар келген сайын колледжге жіберген өтінішінің жауабын күтетін. Бірақ колледжден ешқандай жауап келмейтін. Бірде анасы үйге азық-түлік алып келеді. Азық-түліктің арасынан анасының есімі жазылған дәріні тауып алады. Дәрі оған күмән тудыра бастайды. Кешкісін анасы жатарда ішіп жататын дәрілерінің арасына күмән тудырған дәріні де қосып әкеледі. Қыздан күмәнділігі одан сайын арта түседі. Келесі күні дәріні алып атын оқи бергенде өз есімі жазылған этикетканы көреді. Бірақ дәріні алып келгенде анасының есімі жазулы болатын. Әдеттегідей анасы жатарда дәрілерін алып келеді. Қыз болса әлгі дәріні ішпей лақтырып тастайды. Анасының ұйқыға кеткенін күтіп Google'дан дәрі бойынша ақпарат іздемекші болады. Бірақ анасы әдейі интернетті өшіріп тастаған болатын. Анасы қызының дәріден күмәнданып жүргенін байқайды. Таңертең анасы телекоммуникация қызметкерлеріне телефон соғып интернеттің қашанға дейін болмайтынын сұрайды. Солай анасы қызына интернеттің ұзақ уақытқа болмайтынын айтады. Анасы бақша суарып жүргенде Хлоян аптекаға телефон соғып дәрі туралы ақпарат сұрамақшы болады. Бірақ звоноктың жазылатынын айтады. Хлоян телефонды қойып тастап қобалжып сасқалақтай бастайды. Кез келген бөтен номерге телефон соғады. Телефонды әйелімен ұрсып жатқан ер адам алады. Хлоян ер адамға Google'да ашып дәрі туралы ақпарат тауып беруін сұрайды. Ер адам Google'дан ақпаратты тауып беріп, дәрінің жүрек ауруларына арналғанын айтады. Қыз болса дәрінің түрін сипаттап беруін сұрайды. Ер адам дәрінің бір түсті екенін айтады. Кадр қызыл түсті помидорға ұқсады. Соған қарағанда дәрінің түсі қызылау шамасы. Қыз болса ішіп жүрген дәрісінің не екенін білгісі келіп ашуланып кетеді. Кешкісін анасы екеуі тамақ ішіп отырғанда қызы ертең киноға барайықшы деп өтініш жасайды. Ертеңіне кино көруге кинотеатрға келеді. Кинотеатрдың қасында аптеканы көреді. Кино барысында Хлоян әжетханаға барып келемін деп анасына ескертіп шығып кетіп аптекаға келеді. Фармацевтер маманнан қолындағы дәрінің қандай дәрі екенін сұрайды. Фармацевтер маманы оның иттердің сүйегін қатайтуға арналған дәрі екенін айтады. Бұны адамдар ішкен жағдайда не болады, қандай халге түсетінін сұрайды. Бұны адамдар ішкен жағдайда мүгедектік халге түсіп, жағдайы нашарлай беретінін айтады. Сол уақытта қыздың астмасы ұстап, дем жетпей, ауа жетпей сол жерде қысылып кетеді. Аптекаға қыздың анасы кіріп келіп, қызына ұйықтататын укол салады. Хлоян ұйқыдан 3:45-те көзін ашып оянады. Есікті ашпақшы болады, бірақ есікті анасы сырттан тіреп кеткен болатын. Жамандықты сезіп, терезе арқылы қашпақшы болады. Аузына бір стакан суды толтырып алып, қолына паяльникті алып, бар күшін жинап терезеден шығады. Паяльник арқылы терезені тесіп шу шашады. Сол уақытта терезе сынады. Үйге кіре бергенде дем жетпей астмасы ұстап шкафта тұрған ингаляторына әрең дегенде қол жеткізеді. Үйден электронды баспалдақпен түспекші болады. Анасы әдейі тоқтарды кесіп тастаған болатын. Солай колясканы лақтырып жіберіп, артынша өзі де баспен домалап түсіп, шекесін жарып алады. Бүкіл денесі ауырып, жерде ұзақ уақыт жатып қалады. Кенеттен аяғына жан бітіп, бақайлары қозғала бастайды. Үйден қашып шығып, үлкен жолға қарай шығады. Жолда машинаның даусын естіп, анасының көлігі деп ойлап тығыла бастайды. Бірақ анасы емес, почтаның машинасы болатын. Солай пошташыға барлық оқиғаны айтып беріп жатқан болатын. Кенеттен анасы келіп қалады. Поштасы болса қызды полиция бөлімшесіне апаратын айтады. Анасы болса өтірігі ашылып қалмасы үшін пошташының артынан келіп ұйықтататын укол салады. Ал екінші уколды өзінің қызына салған болатын. Қыз жертөледе оянады. Жертөлені ақтарып жүріп, колледжден келген хатты тауып алады. Оқи бастағанда колледжге қабылданған болып шығады. Қыз болса қатты ашулана бастайды. Солай басқа да қораптарды қарай бастайды. Сол уақытта өзінің бала кезіндегі суретін тауып алады. Суретте ол өз аяғымен жүріп жүрген болатын. Суреттердің арасынан Хлоян Шерманның өлгені туралы құжаттарды тауып алып оқи бастайды. Оның туыла сала өлгенін біледі. Әрі қарай басқа да құжаттарды қазбалап оқи бастағанда өзінің басқа біреудің қызы екенін біліп қалады. Оны перзентханадан ұрлап кеткен болатын. Ол ешқандай аурумен бала кезден ауырмаған болып шығады. Диана сау қызды өзі мүгедек қалып, түрлі ауруларды қолдан жасаған болып шығады.
Диана, яғни анасы жертөлеге кіріп келіп қызының барлық шындықты біліп қалғанын көреді. Анасы сасқалақтап не істерін білмей растворительдерді қайнатып қызына салмақшы болады. Қыз болса дәрі толы бөлмеге кіріп кетіп қорыққаннан органофосфатты түгелдей ішіп жібереді. Қыз болса больницадан бір шығады. Аяқ қолы одан сайын сал болып сөйлей алмай қалады. Анасы қызын ауруханадан ұрлап кетпекші болады, бірақ полицейлерге ұсталып қалып, анасының сол жақ иығына полицейлер оқ атады. Арада көзді ашып жұмғанша 7 жылда өте шығады. Хлоя мүгедектер арбасына тұрып өз аяғымен жүре бастайды. Анасы Дина болса больницада ауырып жатқан болатын. Анасына келіп 7 жылдағы өміріндегі ауыртпашылықтар мен қызықты сәттерін айтып береді. Кезінде Хлоян уланған дәрісін өзімен бірге алып келіп, анасына береді. Осылайша кинода аяқталады. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, қазақ тілді арнаны бірге дамытып қолдау көрсете отырыңыздар.